Сәлеметсіздер ме студенттер? Киімді құрастыру сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол тәжірибелік жұмыс номері 34. Жейде пішімді сызба конструкциясын есептеу және құрастыру. Сабақтың мақсаты жейде пішімді сызба конструкциясын есептеуді және құрастыруды үйрену. Сабақтың мазмұны жейде пішімді сызба конструкциясын есептеу. Біріншісі, екіншісі жейде пішімді сызба конструкциясын құрастыру. Жалпы бүгінгі сабағымыз ерлер киімдеріне арналған, сондықтан бүгінгі сызба конструкция ол ерлердің киімдеріне арналған. Ең бірінші бізге қажет нәрсе ол қандай өлшемге арналған сызба болатынын анықтау. Бүгінгі сабақта біз 170-188 өлшемге арналады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, осы жоғарыда айтып өткен өлшемге арналған стандарт өлшемдер көрсетілген. Осы стандарт өлшемдерді дәптерлеріңізге конспект жүзінде кестені сызып толтыруларыңыз қажет. Бұл қазір сіздерге берілген тапсырма. Ары қарай біз сызбаны бастамас бұрын міндетті түрде көрсетілген есептерді, формулаларды, өлшемдерді барлығын дәптерге презентацияда көрсетілгендей кезекпен жазып өтуіміз керек. Содан кейін барып сызбаны миллиметровка қағазында сызамыз. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, ендігі кезек ол кеңдікке берілетін қосымшалар болып тұр. Бірінші кестеге қарасаңыздар, бұл жерде сызбаға сай қай жерге қандай өлшем қолдану керектігі, қандай өлшем, қандай қосымша беру керектігі барлығы көрсетілген. Келесі кесте бұл жерде базистік тор есебі болып келеді. Өздеріңізге белгілі, әдетте ең бірінші базистік торды сызып аламыз. Кез келген бұйымды бастаған кезде МК Цотшыл әдісі бойынша. Сондықтан ең бірінші жаңа өлшемдерді жазып болғаннан кейін, одан кейін кеңдікке берілетін қосымшаларды анықтап болғаннан кейін базистік тор сызылады. Базистік торда ең бірінші артқы бойдың ортаңғы сызығы сызылады. Мына жерде көрсетілген суретке қараңыздар. Бұл жерде артқы бойдың ортаңғы сызығы А0-ден Б-ға дейін көрсетілген. Және осы жерде Г, Т нүктелері табу арқылы және алдыңғы бойдың ортаңғы сызығын, яғни кішкентай А1 нүктесін тауып, кәдімгі базистік тор сызылады. Барлық сызба қалай сызылатыны өздеріңізге белгілі, және мынау көрсетілген кесте бойынша сызбаға қарап, әрбір сызықтың өлшемдерін сызғышпен өлшеу арқылы табамыз. Барлық есеп, формула кестеде көрсетілген. Келесі слайдымыз бұл жерде артқы бой және алдыңғы бой мойын мойындылары қалай табылатындығы көрсетілген. Яғни алдыңғы бойдың мойын мойындысы қалай сызылады? Бұл жерде Г3, Г6 сызықтары қалай табылатыны көрсетілген формула бойынша. Г6, Г7, Г8, Г81
қалай табылатыны көрсетілген. Одан кейін алдыңғы бойдың мойын ойындысы А3, А4. Сонымен қатар алдыңғы бойдың бойдағы Т60, Т6 деген қаншаға тең екені көрсетілген, яғни 1 сантиметр. Сол сияқты басқа да сызбалар көрсетілген. Бұл жерде енді алдыңғы бойдың иық сызығы да анықталған. Сол сияқты артқы бойда дәл солай мойын ойындысы табылған және артқы бойдың иық сызығы қалай табылатыны көрсетілген. Келесі слайдта артқы бойдың қолтық ойындысы және алдыңғы бойдың қолтық ойындысы қалай табылатындығы анықталған. Формулаларды мұқият қараңыздар және осы жерге берілген өлшемдерді қойып табу керек, анықтау керек. Қай жерде қандай өлшем болатыны. Яғни бұл жерде барлық формула жүзінде көрсетілген. Өлшемдердің барлығы жоғарыда слайдта кестеде көрсетілген. Мына сызбаға қарап отырғандарыңыздай елгерге арналған жейде пішінді бұйымдардың сызбасы. Оның айырмашылығы кәдімгі қондырмалы жең бұйымдарындағыдай болмайды. Оның айырмашылығы артқы бойдың иық сызығы 1 сантиметрге жоғары көтеріледі де, алдыңғы бойдың иық сызығы 1 сантиметрге төменделеді. Немесе ол әр кезде әртүрлі болады, үлгіге сай болады. Кейде ол 2 сантиметрге жоқталуы мүмкін. Сол сияқты қолтық ойындысы үлгіге сай төмендетілген. Бұл жерде енді жеңнің биіктігі, акат биіктігі неше сантиметр болатындығына байланысты. Сондықтан үлгіге сай алынады бұның барлығы. Яғни бұның барлығы презентацияда сызбаның өлшемдері формула бойынша көрсетілген әрқайсысы. Сол формулаларға бастапқы берілген өлшемдер бойынша есептелініп миллиметровкаға сызылады. Мына жерде енді жеңнің сызбасы көрсетілген. Қондырмалы жеңмен салыстырғанда бұның айырмашылығы әлдеқайда анық көрсетілген. Және де сызба қондырмалы жеңмен салыстырғанда жеңілірек болып келеді. Барлық осы жеңді сызу үшін керекті өлшем нышандары және керекті формулалар мына оң жақтағы кестелерде көрсетілген. Яғни бұл жерде жеңнің биіктігі, яғни жеңнің акатының биіктігі қанша болатындығы көрсетілген. Негізінде осы жеңнің акатының биіктігі жалпы базистік торды құрастырған кезде жеңнің қолтық ойындысының тереңдігіне әсер етеді. Егер жеңнің қолтық ойындысы, егер жеңнің акатының биіктігі 8-ден төмен болатын болса, онда жаңағы базистік тордағы үлгіленген қолтық ойындысы одан да тереңірек болады. Яғни бұның барлығы таңдалған үлгіге сай белгілі бір стандарттармен анықталынады. Сол сияқты жеңнің ұзындығы да өзгеріп отырады және ұзындығына жеңге үлгіге сай жең қаттамасы да орналасуы мүмкін. Барлық өлшемдер, барлық керекті формулалар кестеде көрсетілген. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.